Бала кезімде осылай шешем істейтін, жас кезімде осылай жейтінбіз балаларым. Бүгін біз ет асып жатырмыз. Соған еттің нанын салмай, осы мынау күрішпенен істейік деп жатырмыз. Бала кезімде осылай шешем істейтін, соны ойыма түсіп, балаларыма істеп көрсетейін деп отырмын. Мінекей, марылдан дорба тігіп алдым, мынандай қылып мінекей. Осыны қазір күріштің бәрін осының ішіне салам. Еттің, сосын сорпаның бетіне осы немді күрішімді салам мынаған байлап. Соны көрсетейін деп отырмын. Балаларға айтсам, қалай істейді деп, соны істейікші, жейікші дегесін, соны көрсетейін деп отырмын. Міне мынау күріш, бірнеше рет жуып алдым. Таза суға мінекей. Аппақ күріш, маржандай. Сосын міне дорбасы. Міне дорбаны марылдан тікті мінекей. Сол балаларыма айтып, соны көрейік дегесін, сол әрі балаларыма көрсетейін деп, жейік деп, әрі сіздерге міне көрсетейін деп отырмын. Бұл да бір жас кезіміздегі, бала кезіміздегі тағам. Нанды енді салады ғой, етке постоянно нан салады ғой. Мынау күрішпен де осылай істейді шешем. Сосын ол кезде айды макарондар болды. Сол макаронға да істеп беретін бала кезімізде. Сол ойыма түсіп, жай мына күрішті сол айтып едім. Балаларым істесті дегесін, сол істеп көрсетейін деп отырмын сіздерге. Осының нанның ішіне күрішті түгел толтырып саламыз. Сосын мына аузын байлап, мінекей жіп қойдым. Байлап, сосын ана сорпаның бетіне ішіне саламыз. Сорпаның бетінің майы, несі бәрі мына күрішке жұтып алады. Картоптың несін салып қойдық. Мінекей, салайын енді. Мінекей. Бір кесе күріш. Ол кездің енді күріштері әдемі болады ғой, керемет. Мынау күріш, ақ күріш әдемі. Көреміз енді қалай болады. Ақ күріш. Анай несі, сорпасы бәрі тұз, еті бәрі тұздалған ет. Сосын балаларыма беремін. Немерелерім, шөберелерім көрсін деп. Салып болдық. Енді аузын мұнан байлаймыз. Байлап, сосын сорпаның бетіне үстіне саламын. Бұлай айналдырамыз. Ашылып кетпеу керек. Сорпамыз қайнап жатыр. Мінекей майы дүзіп тұр мінекей. Осының үстіне қазір ана сорпаны, күрішімді саламын. Енді мына күрішті осыған саламын. Мына үстіне осылай салып жүрем. Еті бар ішінде. Мінекей. Осымен енді қайнайды. Күрішіміз осының ішінде қайнайды. 40 минутта піседі ғой енді. 40 минутта пісуге тиісті. Міне еті бар ішінде қайнап жатыр. Енді қақпағын жабамыз. 40 минутта піседі. 30-40 минутта піседі. Қазір кішкендесін 30 минуттасын қараймыз. Күріші кішкене қуатса уже. Сосын сорпаның бетіне бейтіп суырып аламыз. Күрішіміз піскенше етті орап аламыз. Күрішті енді бала кезімде шешем кілең солай ететін, етті қайнатып ататта, шамалы пістеу деген кезде жаңағындай марлыменен күрішті сала қояды. Сонда күріші де еті де пісіп шығады. Өз жұмыс ана-мынау үйдің шаруасымен жүргенде уже еті де пісіп қалады шешемнің. Енді балашаға көп сол макарон сала қояды, кейде нан суға не қылады, қол тимейді, қонақ келеді. Сол қонақтың нанын сатта бізге сондай күрішті біз өзіміз ұнатамыз. Сосын айтамыз, апа бізге, мама демейміз ол кезде, апа дейміз, апа бізге сол макарон салып берші, күріш салып берші деп өзіміз солай сұраймыз. Соны бізге салып беретін.
мынау не жағында енді торғай жағында адам қайтыс болғанда сол неге күріш салады етке. Енді нан суды не қылам екен, ана Қостанай жағында осы Астанада да не салады, нан ысып салады. А вот сол неде именно торғайда, Семизеркіде солай болды. Сөйтсе өткенде құдаларды Оралда да солай деп отыр ғой. Адам көп болғаннан неме екен, нан суға енді нан көп кетеді, ысырап болады ау деймін. Ана күрішті жеп қояды, күріш қалмайды ғой. Күрішті әдемі жеп қояды. Қанша болса да күріш әдемі желініп қалады. Ал нан енді не қылмайды. Ысырап болады деймін. Бір есептен сол нан салмай, күріш салғанда дұрыс ысырап болмайды. Нанды мысалы көп жемейді. Сол нан сосын төгеді ол нанның бәрін. Сосын ба екен білмеймін, әйтеуір сөйтіп жатады. Енді мына қазыны тураймыз. Қазымызды пленкаға ораған, пищевой пленкаға. Кейде шекке саламыз, кейде осылай пленкамен орайды цвет өзі. Етіміз сүрленіп қалды, білмейік қазірде. Осы холодильникте жатады, морозильникте. Соның өзінде де сүрленіп жатыр. Бір-екі айда сүрленіп қалғаны ма? Сонда. Ай, уже 12 болып қалған бай? Ойба. Балаларыңыз осылай пісіріп беріңіздер, көріңіздер, етке салған өте дәмді болады. Мына қазының ненің бәрінің несін жұтып алады. Картоп салады, сосын жаңа нені де салады. Біздің каналымызға жазылыңыздар, біз неше түрлі осындай тағамдарды көрсетеміз, әлде де көп нәрселерді көрсетеміз. Біздің каналға жазылып, лайк басып, біздің YouTube каналға да жазылыңыздар. Инстаграмға неге жазыласыздар, енді ютубқа да жазылыңыздар. Ютубта бізде әрі аз қазір адамдар. Ютубқа жазылыңыздар. Осы жазға дейін 100 000 болсын, бізге көмектесіңіздер. Апаларың қуанып қалады. Әжелеріңе жазылыңыздар. Менің замандастарым қайда, жазылыңдар. Замандастарыңды поддерживать етіңдер кішкене. Біз риза болып қаламыз. Рахметімізді айтамыз, батамызды береміз. Міне. Күрішіміз пісті. Енді бұны аламыз. Бір 15 минутта пісті. 15 минутта пісті уже күрішімдегі. Қарадым, 15 минутта уже пісіп шықты. Күрішіміз пісті. Бұны да жеп көрейік. Детство, жас кезімізде. Күрішіміз әдемі пісті, мінекей 15 минутта. Керемет дәмі тамаша. Енді осыған ет саламыз үстіне, тұзды құямыз. Міне күрішіміз тамаша болды. Міне тұзды құямыз үстіне. Сорпаны, тұздығын. Әдемі. Міне етін саламыз. Света саласың ма? Қазыларынан салайыр. Сосын алып, не аларсың арты. Қазылар салайыр бұлар біздің. Шұжығымыз қайда? Шұжық. Шуаларын саламыз. Осылайға енді балалармен жейміз қазір. Тамағымыз дайын болды. Мінекей. Етпенен күрішіміз бәрі дайын болды. Енді қазір дәмін көрейік. 60 жылдасында, 50 жылдасын жеп отқан шығармыз. Бісміллә. Тамаша, күшті. Түк безілмепті, тамаша болды. Жас кезіміз осылай жейтінбіз балаларым. Как в детстве?
жас кезімдегі ойымызға түсіп тамаша болды. Дәмді тамаша. Қазір де бітті күріш. Тамаша, керемет әдемі болып тұр. Өте дәмді болыпты, ет әдемі пісті. Күрішіміз де әдемі пісіпті, тамаша болды. Күріш прям майға піскендей. Иә, мына сорпаның бетіне піскен күріш өте дәмді, тамаша болыпты. Бүкіл май, қазының майын осы күріш жұтып алған шығар. Өте дәмді болыпты. Жас кезіміздегі баяғы енді 50 жыл болды енді. Даже 50-ден де көп мен пісірмегелі осы. 50 жылдан кейін, 50 жылда ел жаңа деуші, сол сияқты 50 жылдасын мынаны жеп отырмыз. Өте дәмді, әдемі болыпты. Әдейі сол осы жеп көрейікші деп. Рахмет бізге көрсеткеніңіз үшін. Иә, балаларыма айтып едім. Енді өзім де соны істегім келіп, соны істедім. Сіздерге де көрсетіп жатырмын. Істейтін болсаңыздар, осылай істеуге болады. Но енді бөлек пісіруге болады күрішті. Да. Мына прям сорпасында. Бөлек пісірген бұндай болмайды. Мына өзінің сорпасына, өзінің несіне піскен. Өте дәмді, тамаша. Осылай істеңіздер. Біздің каналға жаздыңыздар. Тұздық прям. Иә, тұздығы да бар, бәрі де бар. Картоп салмадық, енді күріш болғаннан кейін картопты салмадық. Күріштің өзі. Қазы, шұжық. Қазы, шұжығы бәрін. Еті. Еждің оразада осылай жесе, қандай әдемі, тойымды. Әлі мынау керемет не болады. Аңдасаң да осылай пісіріп жеуге болады, балаларға пісіріп беруге. Рис прям керемет. Дәмді, тәтті рис. Немен күріш сорпасының несіне буына піскен. Тамаша, әдемі күшті балалар жесе, қазір балаларға береміз. Ал көрейік, мен Көкшетау жақта жеген бірді. Мынау майлы екен, күріш майлы екен. Да. Көкшетауда осылай пісірем екен? Көкшетау жақта көргенмін. Күшті екен. Күріш қалай күшті піскен, Қайта етіп кетті деп отырмын. Сорпаның майында піскен ғой. Күшті. Салғаннан кейін кішкене қозғау керек. Айтпес бір-бірді жасқа салдым да, шамалы бір 5 минут қайнағаннан кейін бүйтіп бір кідетіп, қасыққа бүйтіп көтердім. Күрішке тұз салған жоқсың, не? Тамам қыз ашып көрдім. Сорпасын. Мына сорпа жұтып алды. Құрылдым. Әдемі. Тамаша. Балаларға жақсы екен. Жемейді ғой сол. Сөйтсе. Палаудан да кем емес. Мәшһүр. Ай, мынау ет түседі, сүрленіп қапты ғой, масқара. Қонағымызды шақырған жоқ. Күріш қалай тәп-тәпті. Етіміз сүрленіп жатыр, қонағымызды шақырған жоқпыз, масқара.